Скулбой ойындағы Андрейдің негізі көлге батып өлгенін білесің бе? Достар, бұл шын өмірден алынған оқиға. 2015 жылы Андрей деген бір бала жоғалады. Оның қалай өлгенін бәрі белгісіз, бірақ оның денесі осы көлден табылған, достар. Бұл дегеніміз біз ойнап жүрген ойын негізі шын өмірден алынған деген сөз. Ең басында Андрейге өзінің досы ойнауға келеді. Ал Андрей болса мамасынан сұрануға барады. Ал анасы болса сабағыңды оқыдың ба, бар күнделігіңді әкел дейді. Андрей өзінің күнделігін әкеледі, бірақ оның күнделігінде жаман баға алған екен. Ал анасы болса жаман баға алған үшін оны үйден шығармай қойған. Андрей шығармай қойғаны үшін ол қашуға бел буған, достар. Видео өте қысқа болып қалмас үшін сіздерге мен осы ойыннан прохождение көрсетейін деп шештім. Ең басында біз мамасын әрине далаға шығарып жіберуіміз керек болды. Себебі кухнядағы заттарды алып алу үшін. Кухнядағы заттарды тонап болған соң бөлмемізге қайтамыз. Себебі біз екенімізді біліп қоймас үшін. Мамамызды қайтадан далаға шығарып жіберіп, бағанағы итке беретін етті алып аламыз. Ваннаға кіріп, ваннадағы заттарды да алып аламыз. Далаға шығып итке тамағын береміз де, одағы затты да өзімізге алып аламыз, достар. Тура осындай кезде анамыз да гүлге су құямын деп қалады, достар. Біз бөлмемізге әлі әзірге қайта тұрамыз. Әкеміз туалетте болған кезде біз әкеміздің бөлмесін тонап алуымыз керек, достар. Әкеміздің бөлмесін тонаймын деп шкафтарды жабуды ұмытып кетіппін. Бізге екінші попитка берілді, енді бұда бір нәрсе істеп үлгеруіміз керек. Спальныйға заттар тонайын ба деп барып едім, ол жақта ештеңе жоқ екен. Өкінішке орай тек қана вазада ғана кілт бар. Вазадағы кілтті құлатып алдым, бірақ енді гүлді орнына қоя алмай қалдым. Енді әкем мені іздеп жүр, достар. Бізге соңғы попитка берілді, осында енді бір нәрсе істеп үлгермесек, біз біттік, достар. Әкеміздің бөлмесінен кладовканың кілтін алып, кладовканы ашып алдық, достар. Әкемізге фейковый сообщение жіберіп, оның бөлмесін тонап алуымыз керек, достар. Әкеміздің бөлмесін жақсылап тұрып тонап алдық, енді ваннаға бару керек. Анамыз гүлдерге су құйып жатқан кезде біз мына жақта тексеріп алуымыз керек. Әкеміздің бөлмесіндегі сейфті ашып алу керек. Спальныйдағы сейфті аштым. Енді одан бізге кладовкадегі аптечканың кілтін береді. Аптечканы аштық, ішінен бізге машинаның кілтін беріп тұр. Енді машинаның кілтін ашу үшін бізге папамызға сообщение жіберу керек болады. Машинаны аштық, машинаның ішінен бізге молоток түсті. Бұл бізге керекті нәрсе. Иә, достар, сәл болмағанда әкемізге ұсталып қала жаздадық. Шлангты әкеліп бочка саламыз, себебі ішінде бізге керекті зат бар. Бочканың ішінде бізге ағаш шықты. Енді ол ағашты өзімізге алу керек. Шлангты орнына қоямыз и қайтадан артқа қайтамыз. Шегелерді қағып тастаймыз, достар. Да бей ты уже! Тура сол жерден кетіп қалғанымыз дұрыс болды. Кетпегенде анамыз бізді ұстап алатын еді, достар. Анамыз гүлге су құямын дейді, енді оны күту ғана қалды. Әлі тірліктерін істеп кеткен жоқтыңдар, достар. Ең соңғы ағашты қағамыз және де қашамыз, достар. Жабайы араларға спрейді себеміз және де гладиаторды аламыз. Куда это ты собрался? Нужно скорее бежать! Нужно разбежаться и прыгать прямо на сено! Ну, молодец какой! Беги, гуляй! Подумаем, что с тобой сделать, когда... Андрей жылы қызықты ақпаратпен менің прохождением саған ұнады ма? Егер ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп қолдау білдіріп кет, досым. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, достар.